балдарын ауру қылып жатыр деген сөз. Потому что питание. Сіз баланың ішіне не бердіңіз, сол. А ол жаңағы оңайда магазиннен сатып ала салдың, әкеліп бере салдың. Ода қандай қасиет бар? Ол баланың денсаулығына қаншалықты ол өсуіне қандай үлес қосады? Сол Агушаның несін, Агушаны киндер сюрпризді жаңа түрлі напитоктерді алған ақшаңа лучше басын құрастырда бір құдайдың детский кальцийін апер, өсіп жатқан балаға, немесе құдайдың бір цинкін апер, биологический цинк, пожалуйста, 60 капсула бар ішінде, теңшейді. Сонда сіз ол баланың денсаулығына үлес қосасыз. Сонда не дейді, хитозан не істейді екен? Активизирует дренажные функции на уровне межклеточного пространства. Межклеточное пространстводан лимфа бастау алады. Біздің лимфосистемамыз, мынандай клеткаңыз бар, мынандай клеткаңыз бар, екі клетканың ортасында межклеточное пространство бар. Сол жерден уже лимфа бастау алады. Сөйтеді бейт тамырға қосылады да, мына жеріңізге келіп, венозный қанға араласып кетеді. Гайморит, ангина, жаңа бронхит, астма, айтқандай астманы, ой-бой, өзің ауырмағасын, сөйтіп айтасын да, сен сайрайсың да дейді. Енді мені кітапта тұр ғой, жаңа мына традиционный медицина едеде тұр, мынаны айтам ғой, тоқ ішекпен өкпе парный орган. Бронхитте проблема болса, астма болса, значит проблема тоқ ішекте деген сөз. Біреу айтады, менде өмір запор болмаған дейді. Не обязательно запорда ғана тоқ ішек ластанбайды. Тоқ ішек деген ол мынандай қатпар орган ғой. Бар еді ғой суреті. Қатпар орган ғой. Қатпар органда, мына, пожалуйста, тоқ ішек деген. Мына, қатпар. Ол сіздің ішіңіз жүрген кезде, мынандай қатпардың ортасындағы нәрсе шыға береді. А мына жерде гадами жататын нәрсе жата береді. Мен ерінбеше, қайқа жазып алсам екен. Жазып алайыншы, сөйтіп қалывый каменнің суретін көрсетейінші сіздерге. Мынандай адамның ішінен операция жасап алынған тастар бар. Видеосын көрген менді. Ойбай, ана врачтар өздері ішекті кесіп, ішінен мынандай тасты алып жатыр да, тас кәдімгі ол. Қалывый камень. И ол сыртын бәрі боқ-боқ. И соны алып жатыр, іші іріп кеткен ғой адамның іші. Сөйтіп ана врачтар маска киіп тұр өздері. Ойбай деп иісінен сөйтіп нетіп жатыр. Уж шошынып жатыр. То есть адам ішегі